өмірде 40 жыл бірге өмір сүріп, үлгілі отбасы, ардақты әке және аяулы ана, мейірімді ұстаз бола білген, 3 жыл бір қыз тәрбиелеген, 9 немеренің ата әжесі, 2 ғылым докторының және табысты жеке кәсіпкердің ата-анасы, алтын шаңырақ иегерлері, Қошановтар әулетінің темірқазығы Нұрбай көкеміз бен Ләззат апайымызды қошеметтеп ортаға шақырамыз. Қаяу түссе шырылдайды жүрегім, жаным егіліп асылына жолға желбіреген. Кентавр'де, Кентавр. Bir 1985 yıl 12. iyul şilde mi? 12 şildede. 1999 iyunun 30 günü. Құрметті сыр сұхбат қонақтары, әрдайым осылай отбасының базарында, балаларыңыздың алдында бақытты болып, үлгілі болып, отбасы құндылықтарын насихаттап жүре беріңіздер. Мектебімізге шақырылған іс-шараларға қонақ болып, өз үлгі өнегелеріңізді, отбасы құндылықтарыңызды болашақ жастарға үлгі етіп, өз ақыл кеңестеріңізді айта жүріңіздер. Бүгінгі біздің сыр сұхбатымызда Нұрғисаның ана әнімен аяқтағымыз келеді. Барша тіршілік жер анадан басталады ғой. Бар әлемнің бастауы ана. Аналарымыз аман болсын, аналарымызды құрметтейтін ер азаматтарымыз аман болсын. Құдай бақ берсін, бас берсін, ұзақ өмір жас берсін, кетпес дәулет келгейі берсін. Әр уақытта қатарларың мықты болуы, махаббаттарың мықты бола берсін. Әр уақытта өзіңмен өзің көбейіп, өсіп өніңдер. Әр уақытта жаманшылық болмасын. Осы жаңа жылға қарсы үйленген келінді Құдай қаласа, осы ағатының маңдай алды келіні бола бер. Тәтті қыз, қарындасымыз, осы шашып шалдығып жүре берсін. Осы енелерім айтқанда тоқтамай, өсірмені беріңдер болдарын. Құдай әр уақытта жақсылық болсын. Dolar